Сәлем, достар! Бүгін сіздерге паста фетучини рецептін ұсынамыз. Бұл рецепті күйеуім жасады. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Моцарелла сырынан қостық. 30 грамм сыр қосамыз. 100 грамм тауықтың филесінен қосамыз. Осылай турап аламыз. Екі ас қасық сұйық май қосамыз. 70 грамм паста фетучини макарон қосамыз. Тауық етімізді салып, қуырамыз жақсылап. Осылай етіп жақсылап қуырып аламыз. Макаронымызды 8 минут қайнатамыз. Тауығымызда кішкене корочка пайда болғандықтан макаронымызды саламыз. Макаронымыз салып болған соң 5-6 минут тағы да қуырып аламыз шамалы. Бір ас қасықтай су қосамыз. Сливкиден, кілегейден 5 ас қасық қосамыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. 3 минуттан кейін сырымызды салып шығамыз. Паста фетучинамыз дайын. Ас болсын, міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Егер біздің рецептіміз ұнаса, яғни күйеуімнің рецепті сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет!